Ал енді бісмилля деп пиццамыздың қамырын елеп бастаймыз. Алдымен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Сосын осылай ортасын ашып, бөлме температурасындағы суды құямыз. Бір ас қасық құрғақ дрожжі саламыз. Құрғақ дрожждің орнына кәдімгі дрожж қолдансаңыздар да бола береді. Кішкене тұз саламыз, қант саламыз, 2 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Зәйтүн майы міндетті түрде орнына кәдімгі сұйық май қоссаңыздар, онша болмай қалады, сондықтан зәйтүн майын міндетті түрде қосыңыздар. Қанты, тұзы, дрожжи ерігенше араластырып аламыз да, қамырымызды елеп бастаймыз. Бастапқыда қамыр қатты сияқты көрінеді, бірақ қамырымыз кейін ашығасын көтеріліп жұмсарады. Сондықтан 1 грамм ұн артық, не болмаса 1 грамм ұн аз қосып қоймаңыздар. Жақсылап июін қандырамыз, бұл да өте маңызды. Ерінбей ұзақ елеңіздер. Сосын қамырымызды қайтып ыдысқа салып, бетін жауып, 40 минуттай уақытқа қалдырамыз. Осы 40 минутта қамырымыз көтерілу керек. Бетін міндетті түрде осылай пакетпен жауып, оның үстінен тағы да бір матамен орап қойсаңыздар, тіптен жақсы болады. 40 минут уақыттай өткеннен кейін қамырымызды қайта аламыз. Видеода көргендеріңізде қамыр өзінің көлемінен 3 есе де көлемге ұлғайды. Ашқан қамыр болғанымен қолға тіптен жабыспайды. Енді қамырды ыдыстан аламыз да 1/2 бөлікке бөлеміз. Бізде диаметрі шамамен 28 сантиметрде 2 пиццаға арналған қамырға иленді, және мөлшерлерде сол мөлшерге көрсетілді. Бір үлкен пицца жасасаңыздар болады, не болмаса осылай 2-ге бөліп 28 сантиметрлі 2 пицца жасасаңыздар болады. 2 қамырымызды тағы да бір жақсылап илеп жібереміз, зуалалап аламыз. Енді қамырымызды қайта бір ыдысқа саламыз. Сосын бетіне зәйтүн майын міндетті түрде жағамыз. Сөйтіп бетін жауып, холодильникке салып қоямыз. Кәдімгі бөлме температурасы қойсаңыздар болмай қалады. Сондықтан міндетті түрде екінші этапқа келген кезде қамырымызды холодильникке саламыз. Және холодильникке салған кезде кемінде 1 сағат тұру қажет. 1 сағат, 2 сағат, 1 күн тұра берсе де болады. Өзіңізге қолайлы уақытта пісіре бересіз, бірақ кемінде 1 сағат тұру керек. Міне 1 сағат уақыт өтті, қамырымыз көтерілді. Өте идеальный, эластичный қамыр болды, көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы қамырымызды алып жая береміз. Кәдімгі оқтау қолданып жайсаңыздар болады, және де қазір мен видеода көрсетемін, осылайша қолдарыңызбен соссаңыздар да болады. Қамыр қолға жабыспайды, дегенмен кішкене ұн сеуіп жіберіп жұмыс істесеңіздер болады. Өте жұмысқа ыңғайлы, созылмалы қамыр, байқағандарыңыздай. Осылайша қолдарыңызбен созып пиццаның формасын келтірсеңіздер болады. Және де айтқандай ақ кәдімгі оқтаумен жайып шықсаңыздар да болады. Айтқандай ақ қамырды холодильникте 1 күн, тіпті 2 күн сақтасаңыздар да болады. Ал егер бөлме температурасында тұрса, біздің дрожжіміз жылы ауаға, жылы температураға ашып, дрожждің дәмі қатты шығып кететін болады. Ал холодильникте ондай реакция болмайды. Сондықтан 2 күндей тұрып, солай ары қарай пицца жасай берсеңіздер де болады. Және холодильникте ашқан қамырдың дәмі басқаша болады. Оны өздеріңізде эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Енді міне қамырымызды жайып болдық. Енді ары қарай бетіне соусын жағып, салмаларын салып, пицца пісіре берсе болады. Ал соусын келесі видеода қалай жасау керектігін көрсететін боламын.